Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Мысалы, мен Шыңғыс ханның ұрпақтары құрған мемлекеттерді салыстырып көрдім тарихшы ретінде. Біріншісі Алтын Орда Жошы ханның ұрпақтары негізін қалады. Екіншісі Төленің ұрпақтары негізін қалаған бұл Юань империясы, яғни Қытайлар. Бұл екі мемлекеттің өмір сүрген даталарын айтып берейін. Біріншісі Алтын Орда 1240 жылы құрылып, 1480 жылға дейін орыстарды өз бодандығында ұстады. 1240 жылы Киевті жаулап алған Бату ханның әскері содан бастап орыстарды өз билігінде ұстап, 1480 жылға дейін орыстарды өз қолында Аш-Салақанда жұмса жұдырығында ұстады. Орыс князьдері Алтын Орда ханына салық төледі, оның саз балшыққа басылған табанын сүюге дейін барды, билігін сақтап қалу үшін Василий екіншінің тұсында. Тіпті мына жақта Алтын Орданың хан сарайына келіп, арнайы жарлықтарына дейін алып отырды, билігін сақтап қалу үшін. Былайша айтқанда, 1240 жылдан бастап 1480 жылға дейін 240 жыл уақыт Алтын Орданың қол астында болды. Тек 1480 жылы Угра өзеніндегі Тұрыс деп аталатын үлкен оқиға болды. Үлкен Орданың ханы Ахмет хан орыстарды жазалауға аттанып, бірақ осы шайқас кезінде өзінің әскері аз болғаннан кейін шайқасқа түспей жатып, екі жақтың әскері кері шегініп кетті. Үшінші Иван өз әскерін Мәскеуге кері шегіндіріп алып кетті. Ахмет хан әскерін кері шегіндіріп алып кетті. Енді үлкен оқиғалар болды ол жерде. Угра өзеніндегі шайқас туралы мен видеоны салған болатынмын. Жалпы айтқанда, осымен 1480 жылмен орыс жерінде Алтын Орданың үстемдігі жойылды деп есептеледі, ресми түрде. Сонда 240 жыл уақыт Алтын Орданың қол астында болды орыстар. Ал енді қараңыздар, Төле және Төленің мұрагерлері негізін қалаған, Құбылай хан негізін қалаған Юань империясы Қытайда қанша жыл билік құрды? 1271 жылдан бастап 1368 жылға дейін Юань империясы Қытайды өз қолында ұстап тұрды. Құбылай ханның ұрпақтары 1271-1368, ойлап қараңыздар, 100 жылға да жетпейтін уақыт. 100 жылға ғана жетпейтін 96, 96, 97 жыл. 100 жылға да жетпейтін уақыт қана Қытайда билік құралды. Шыңғыс ханның осы кенже баласы Төледен тарайтын Құбылай хан негізін қалаған Юань империясының хандары Қытайда 100 жылға ғана жетпейтін уақыт билік құрды. Ал мына Жошы ханның ұрпақтары орыстарды 240 жыл уақыт Аш-Салақанда жұмса жұдырығында ұстады. Бұл екі империяның өмір сүрген жылдарын көрдіңіздер, арасы былайша айтқанда жер мен көктей. Енді ойлай беріңіздер, бұл не себепті Шыңғыс ханның ұрпақтары Қытайдан тез қуылды деген сұрақ бұл жерде. Не себепті орыс жерінде Алтын Орда хандарының билігі ұзақ сақталып қалды? Бұның сыры қандай? Мысалы, Құбылайдың ұрпақтары, яғни Юань империясының хандары, соңғы ханы ол 1368 жыл Тоған Темір дейтін хан Қытайды тастап қашуға мәжбүр болады. Сөйтіп, Монғолиясына кетуге мәжбүр болады. Далалық аймаққа қашып кетеді. Сол жақта солтүстік Юань мемлекетін құрады, бірақ енді ол Қытайда билігін қалпына келтіре алмайды. Сонымен бітті. Шыңғыс ханның ұрпақтарының билігі тоқтады Қытай жерінде. Мин дейтін империя пайда болды. Қытайдың өзі халқы Чжу Юаньшан дейтін Мин империясының негізін қалаушы қытайлық әулеттің негізін қалап, сол жақта монғолдардың үстемдігі жойылды 1368. Бұның құпия сыры неде? Не себепті Алтын Орда хандары соншама ұзақ уақыт бойы, 240 жыл уақыт бойы орыстарды Аш-Салақанда жұмса жұдырығында ұстап тұрды? Бұның тарихи маңызы қандай деп ойлайсыздар? Діни бостандық беру ма, әлде орыс князьдерінің өзара таққа таласы ма, яғни Тверь, Москва сияқты князьдер, олар бір-біріне қарсы үнемі шайқасып отырды. Бас князьдікке таласып отырды олар. Ал қытайлар өзара ауыз біріктіре отырып, бір уақытта қарсы шығып, ақыр аяғында монғолдарды 1368 жылы өз еліне қуып шықты, далалық аймақтарына. Бұны сонымен орыс князьдерінің өзара алауыздығы дейміз бе, ұзақ уақыттар бойы Алтын Орданың қол астында қалуы? Әлде Алтын Орда хандарының тиімді саясат жүргізгені ме? Әрине, дүрбелең жылдары 20-дан астам хан ауысып, кейбір хандар тіпті 1 жылға жетпеу, былай тұрсын,
5-6 ай хан болған уақыттар болды Алтын Ордада. Бірақ осындай дүрбелеңге қарамастан, Әмір Темірдің жорықтарына қарамастан, Алтын Орданың орыс жеріндегі билігі 240 жылға созылды.